Сәлеметсіздер ме? Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз осындай керемет бәліш жасаймыз. Тауықтың филесі қосылған. Ол үшін бізге ұн, май, қаймақ және жұмыртқа қажет болады. Біздің майымыз сұп-суық болу керек, мұздатқыштан алынған. Соны біз алып, өткіштен осылай өткіземіз. Тез-тез істеуіміз керек, себебі майымыз еріп кетпеу керек. Өткіштен өткізіп алып, қомпен бәрін араластырып алып, екі жұмыртқамызды және қаймағымызды салып, қамырымызды илейміз. Бұл қамырды илеген соң, қамырымызды тындырып қоямыз, холодильникке салып жарты сағатқа. Ол тыңғанша біз ортасына салмасын дайындаймыз. Тауықтың филесін қолмен ұсақ кубикпен турадым. Үстіне сарымсақ, картошка салып, осылай тұз бұрышын салып араластырып аламыз. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Қамырымыз біздің үлкен бөлік және кіші бөлікке. Үлкен бөлігін жайып, астына жайғастырып алып, ортасына салмасын саламыз. Біздің духовкамыз 180 градусқа қойып, қызып тұру керек. Үстіңгі бөлігіндегі кішкентай жайманы осылай жайып алып, үстіне орналастырамыз. Үстіне орналастырып, шеттерін түйіп шығамыз. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты түйген, кейбіреулер өріп жатады. Мен осылай жай ғана түйіп шықтым. Ортасын қайшымен кесеміз, себебі ортасына кухонный қайшы болу керек. Себебі ортасына жаңағы ауа кіріп тұру қажет. Сосын осылай үстіне жұмыртқаны жағып, жұмыртқаның үстінен ақ күнжіт, сосын қара күнжіт себеміз. 180 градуста 30 минутқа духовкаға жібереміз. Осындай керемет болып пісіп шығады. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Оң жағында Instagram каналым жазылып тұр. Сау болыңыздар.